Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен пигоди тағамын дайындайтын боламыз. Өте тойымды тағамдардың бірі. Сондықтан да видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыры үшін тұз, қант және ашытқыны салып, үстіне жылы су құйып, жақсылап қант пен тұз ерігенше араластырып аламыз. Сұйықтығымызды жақсылап араластырып алған соң, алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, тағы да жылы суымызды құйып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Осы тағам үшін қажетті заттардың анық мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырымыз осылай иленуге жақын қалғанда үстіне кішкене сұйық май қосып, қайтадан қамырымызды илейміз, біркелкі қамыр болғанша. Мінеки, біздің қамырымыз осымен дайын болды. Дәл видеода көрсетілгендей жұмсақтықта болу керек. Енді оның үстін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа көтерілгенше демалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше біз оның ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы үшін менде тартылған ет және пиязды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп турап аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап алдық. Енді жаңағы тартылған етіміздің үстіне салып аламыз. Енді 40 қабатты тураймыз. 40 қабатты да дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Ұсақтап туралған 40 қабатымызды да жаңағы тартылған етіміздің үстіне салып аламыз. Енді дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Егер тартылған еттеріңіз қатты майлы болмаған болса, мен сияқты кішкене сұйық май қосып жіберсеңіздер де болады. Салмамыз сулы, әдемі болып шығу үшін кішкене соя соусын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осы аралықта біздің қамырымыз да өте жақсы көтеріліп дайын болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Енді қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды 1-2 қайтарып алып, оларды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен қамырларды бөліктерге бөлу үшін таразының көмегімен пайдаландым 80 грамнан. Ал егер сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар да болады. Бөліктерге бөліп алған қамырларымыздың барлығын дөңгелек пішіндерге келтіріп, барлығын жайғастырып қойып аламыз. Сонан соң бетін мешокпен жауып, уақыттарыңыз болып жатса 5-10 минутқа демалдырып алсаңыздар болады. Егер де уақыт болмаса, біріншісінен бастап жая берсеңіздер болады. Бірінші қамырымызды алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, қолымыздың көмегімен ақ жайып аламыз. Өйткені қамыр бізде өте жұмсақ болады, тез жайылады. Өте жұқа қылып жібермейміз, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сонан соң ішіне салмасын салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Қамырымыздың екі шетін біріктіріп, екі саусағымызбен ұштарын ғана бір-біріне жабыстырып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан өте тез жабысады. Дәл осылай барлық пигодиларымызды түйіп аламыз.
Пигодиларымыздың барлығын осы тәсілмен түйіп аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнешеуін түйіп көрсеттім. Енді осы дайындап алған пигодиларымызды мантығазанның листтарына әдемелеп арасын қатты жақындатпай жайғастырып аламыз. Сонан соң қайнап тұрған суға қойып 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің пигодиларымыз өте жақсы көтеріліп, әдем болып пісіп шықты. Енді осы піскен пигодиларымыздың ішіне заправка жасайтын боламыз. Ол үшін пигодиларымыздың барлығын дәл видеода көрсетілгендей етіп ортасын ашып аламыз. Қолымызбен сәл ғана тартсақ, ортасы тез ашылады. Заправкаға майонез бен кетчуп қолданамыз және сәбіз салатын қолданамыз. Ең алдымен майонезді, сонан соң кетчупты жағып аламыз. Сонан соң ортасын ашып тұрып, сәбіз салатымызды салып аламыз. Сәбіз салаттың рецептісі менің каналымда бар, осыдан алдыңғы видеоларда салынған. Осы видеоның астына да сілтемесін қалдырып кететін боламын. Қарап жасасаңыздар болады. Сәбіз салатымызды салып алғаннан кейін кетчуппен дәл осылай сәндік үшін жасап қойсаңыздар болады. Осымен біздің пигодиіміз дайын. Барлық пигодиларымызды осылай жасап шығамыз. Мінекей, осымен біздің пигоди тағамымыз дайын болды. Күнделікті тағамдардың арасында пигоди жасап, отбасыңызды және балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Өте тойымды тағамдардың бірі, әсіресе балаларға қатты ұнайды. Сіздермен болған Фариза. Егерде видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, менің жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші болып түсіп отырады.